Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін еш қайнатылмайтын, ерекше жолмен жасалатын огонек жасайтын боламыз. Әр өңірде әртүрлі айтады. Чертополох, огонек деп те айтады, кобра деп. Міне осылай бөтелкеде сақтаймыз. Ешқандай банканың қажет етпейтін ерекше огонектардың бірі. Бізге ең алдымен етті қызанақ керек. Осылай чесноктарымызды суға салып қоямыз, сонда жақсы аршылатын болады. Және де қызыл ащы бұрышымыз керек. Ең алдымен помидорларымызды осылай ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Егер ет тартқышыңыз болмаса, блендермен өткізсеңіздер де болады. Барлық қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп, үлкендеу бір ыдысқа құйып отыратын боламыз. Барлығын осылай ет тартқыштан өткізетін боламыз. Менде бұл жерде 10 килограмм қызанақ қолдандым. Өте еттісін алыңыздар, тығызын алыңыздар. Сол кезде сіздің огонегіңіз өте керемет, дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайтын болады. Міне осылай барлығын үлкендеу ыдысқа құйып отыратын боламын. Және де мен 10 килограмм қызанаққа 8 дана ащы бұрыш қолдандым, және де 400 грамм сарымсақ, яғни чеснок қолдандым. Барлық қызанақты өткізіп болғаннан кейін ащы бұрышымызды және де чесногымызды ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Бұл чертополохымыз атылып кетеді деп еш уайымдамай, салқын жерде сақтай берсеңіздер болады. Тоңазытқышта, яғни морозилкада сақтамаңыздар. Жай салқын жерде сақтасаңыздар болады, немесе тоңазытқыштың үстіңгі жағына сақтап қойсаңыздар болады. Және де ашқан кезде шайқамай, жай аша берсеңіздер болады. Міне барлық қызанақтарымызды өткізіп алдық. Бір араластырып алатын боламыз. Және де дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады. Мен бұл жерге 3 ас қасық тұз қосып, жақсылап араластырып алдым. Содан соң үстіне аспирин қышқылын қостым. Аспирин қышқылын жақсылап тұрып, езіп алып, үстіне араластырып қосатын боламыз. 10 литрге мұнда 10 аспирин қостым. Егер сізде одан аз болса, соның килограммына қарай қосатын боласыз. Мұнда мен 10 штук аспирин қостым. Аспиринімізді жақсылап езіп алып, осылай үгіп алып, осылай қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алып, бетін жауып, бір түнге қойып қоясыздар. Мен бір түнге қойып қойдым. Ертеңінде әдемілеп бұршып, күшті болып тұрады. Міне бір түнге қойып қойған чертополохымызды жақсылап араластырып, енді осылай жуылып тазаланған баклажкаларымызға құйып сақтайтын боламыз. Құрметті көрермендерім, каналдың дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, астына комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Бұл рецепттің негізгі авторы менің екінші анам, яғни енем. Ол сол кісінің рецептісі бойынша жыл сайын жасалынады. Еш атылып кетеді деп қорықпайсыз, өте дәмді болып шығады. Және де банкаларға жауып, қайнатып әуре болмайсыз. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Міне барлық огонегімізді осылай бөтелкелерге сақтап, бетін жауып, бөлме температурасында немесе тоңазытқышта сақтап қойсаңыздар болады. Еш атылмайды, еш аршымайды. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Әрі қыста бұл огонектің қызығын көретін боласыздар. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.